Өмір марафон секілді. Жолға алға шыққанда бәрінің де сенімі мол болады. Бірі жылдам жүгіреді, бірі бар күшін салып алға ұмтылады. Бірақ шынайы айырмашылық бастапқы сәтте емес, шаршағаныңда, баяулағаныңда, нәтижені көре алмай жүрген кезінде, әлі де алға қарай жүре аласың ба? Міне маңыздысы осы. Өмірде дәл сондай. Біреулер қызметі өсіп жатыр, ал сен әлі еңбектеніп жүрсің. Біреулер ақша тауып жатыр, ал сен әлі жинап, тәжірибе жинап жүрсің. Біреулер белгілі бір белеске жетіп қойды, ал сен әлі жолдың ортасында келе жатқан шығарсың. Өзіңді асығыс бағалап, өзіңе күмән келтірме. Баяу жүруім ештеңе етпейді. Ең бастысы тоқтап қалмау. Көп жағдайда соңында жеңіске жететін адам ең ақылды немесе ең талантты адам бола бермейді. Жеңіске жететін адам құласа да қайта тұратын, шаршаса да жалғастыра алатын, қанша қиындық кездессе де оңайлықпен берілмейтін адам. Өмірде баяу жүруден қорықпа. Ең қорқыныштысы тым ерте беріліп, жолдан бас тартып кету.